Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 7 сынып алгебра 35-те 3-ші есеп мектеп баспасы. Берілген өрнектерді ықшамдау керек. Біріншісінен бастап ықшамдап көрейік. Біріншісінде бізде мұның қосылған аның нөл дәрежесі минус жақша ішінде а квадрат қосу 10 көбейтілген жақша ішінде аның 4 дәрежесі минус 10а квадрат плюс 100. Бірінші жақшаны ашайық өрнекті ықшамдау үшін. Қалған қосылғыштардың өзін көшіріп жазайық. Мұнда жазамыз. Қосу. Аның 0 дәрежесі бізде 1-ге тең. Кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады. Және мына екі жақшаның көбейтіндісі бізде оқулықта берілген қысқаша көбейту формулаларында кубтардың қосындысы формуласына келіп тұр бізде. А қосу б-ны а квадрат минус аб қосу б квадратқа көбейткенде а куб плюс б куб шығады. Мына жерде байқасақ мынау. А-ның орнында а квадрат тұр, ал б-ның орнында 10 тұр. Мұнда жақшаның ішінде а-ның квадрат аның 4 дәрежесі және екеуінің көбейтіндісі 10а квадрат және 10 квадраты 100 болып тұр екінші жақшада. Демек, бұл бізде минусты ескереміз алдында. А квадраттың кубын береді. Плюс 10-ның кубы. Жақшаны ашайық, және алдына минус бар екенін ескерейік. Демек, жақшаның ішіндегі өрнектерді қарама-қарсы таңбамен ашамыз. Соның мыңның өзін жазайын. А-ның квадратын 3 дәрежеге шығарсақ, дәрежеге шығарғанда дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Демек, А-ның 6 дәрежесі болады. Онда минус бар, демек, минус А-ның 6 дәрежесі болады. Және қосу бізде 13 дәрежесі ол 1000, 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейтсек, минус 1000 болады демек. Мың мен мың қысқарайын деп тұр бізде. Сонда бізде 1 минус А-ның 6 дәрежесі қалды. Енді берілгенде сәлменде жөнді көрінбей тұр. Мына жерде 6 ма, немесе А-ның 0 дәрежесі ма? Егер берілгенде мына жерде А-ның 0 дәрежесі емес А-ның 6 дәрежесі болса, онда мына жерде А-ның 6 дәрежесі болады. Мына жерде А-ның 6 дәрежесі болады. Екеуі қысқарады, нәтижесінде 0 шығады. Енді менде мынау А-ның 0 дәрежесі деп ойлап тұрмын. Сондықтан солай шығардым. Болмаса олай да шығарып көрсете салайын. Біріншісі бізде 1000 болса, қосу А-ның 6 дәрежесі минус А квадрат қосу 10 көбейтілген А-ның 4 дәрежесі минус 10 А квадрат қосу 100 болса бізде жаңағыдай жақшаларды ашамыз. Сол кезде бізде 1000 болады. Мұнда 1 емес, А-ның 6 дәрежесі болады. Минус жақша ішінде А-ның квадратының кубы қосу 10-ның 3 дәрежесі. 1000 болады. Жақшаны ашамыз жаңағыдай. Минус А-ның 6 дәрежесі минус 1000. Сонда бәрі қысқарады бізде. Мұнда нәтижесінде 0 шығады. Өйткені бізде 1000-нан 1000-ды азайтсақ 0 қысқарады. А-ның 6 дәрежесі таңбалар бірдей. Таңбалар әртүрлі, модульдар тең. Таңбалар қарама-қарсы, бірақ модульдар тең болғандықтан бұлар да қысқарып кетеді. Сонда нәтижесінде 0 шығады. Комментарийға жазып кетіңдер сендерде А-ның 0 дәрежесі ме, или А-ның 6 дәрежесі ме? Мен екеуін де көрсеттім.
келесі есепке көше берейік. Келесі екінші есеп. А-ның 3 дәрежесі минус 9 жақша ішінде көбейтілген. А-ның 6 дәрежесі плюс 9а куб плюс 81. Минус А-ның 9 дәрежесі минус 729. Бұл бізде кубтардың айырымы формуласына келіп тұр. А минус Б-ны А квадрат плюс АБ плюс Б квадратқа көбейткенде бізде А куб минус Б куб шығады. А-ның орнында бізде А куб тұр, ал Б-ның орнында бізде 9 тұр. Мына жерде байқасақ жақшада А-ның кубының квадраты А-ның 6 дәрежесін береді, және плюс екеуінің көбейтіндісі 9А куб плюс мына 9-ның квадраты болып тұр. Демек, бұл бізде А кубтың кубын береді, минус 9-ның кубы. Минус А-ның 9 дәрежесі, минус 729. Мұнда бізде А-ның кубының кубы бізде дәрежен дәрежеге шығарғанда көбейтіледі. А-ның 9 дәрежесі болады. Минус 9-ды өз-өзіне 3 рет көбейтейік. 9-9-ның 81, 81 тағы 9-ға көтеміз. 729 болады. Келесі минус А-ның 9 дәрежесі. Минус 729. А-ның 9 дәрежесі мен А-ның 9 дәрежесі қысқарады. Модульдары тең, таңбалар ғана марс. Онда минус 729 мен минус 729 екеуін қосып жібереміз. Екеуі де теріс сан, теріс сандардың қосындысы теріс сан болады. Демек, минусын қоямыз, және осы сандардың модулін қосамыз. 729-ға 729-ды қосамыз. Енді уақыт жоғалтпас үшін калькуляторды қолдана салайық. 1458 екен. Осы бізде екінші есептің жауабы. Жауаптарында жазылайық. Жауабы бізде минус 1458 болды сонымен. Жаңа бірінші есептінде жауаптарын жазылайық. Біріншісінде жауабы бізде 1 минус А-ның 6 дәрежесі болды. Егер мына жерде А-ның 0 дәрежесі болса, немесе егер ояқта бізде А-ның 6 дәрежесі болса, онда бізде 0 болды жауабы. Келесі үшінші есепті шығарып көрейік. 0,512 Т-ның 3 дәрежесі минус 100 плюс жақша ішінде 0,8 Т плюс 5 көбейтілген 0,64 Т квадрат минус 4 Т плюс 25. Жақшаны ашамыз, қалған қосылыстарды қосып жазайық. 0,512 Т куб минус 100. Екі жақшаның көбейтіндісі бізде кубтардың қосындысы формуласын беріп тұр. Демек, бұл бізде плюс, мынақты плюс болғандықтан жақшаға алмай қояйық. Жаңа минус болғанда жақшаға алған етіміз. 0,8 Т-ның кубы болады демек, плюс 5-тің кубы. Мына жерде куб.
Kalkulaтормен көбейте салайық. 0,8. Осыны біз өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 0,512 шықты. Және жанында т бар. Демек, қалған қосылғыштарды қосып жаза берейік. 0,512 т куб минус 100 плюс 0,512 т куб болады, және плюс 5-ті өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 5-5-25, оны тағы 3-ке көбейтсек 125 болады. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. Бізде мына екеуі ұқсас мүше. Екеуін қосамыз. Алдында коэффициенттерін қосамыз. Демек, 0,512-ке қосамыз 0,512. 1,24. Және жанында т куб бар. Келесі ұқсас мүшелер бізде минус 100 бен плюс 125. Енді таңбалары әртүрлі. Таңбалары әртүрлі екі санды қосқанда 6 сыныпта ереже бар етін. Модуль үлкені модуль кішісін азайтып, модуль үлкені таңбасын қоямыз. Плюс 125 бізде үлкен. Модуль жағынан демек плюс таңбасы болады. 125-тен 100-ді азайтамыз. 25 қалады. Осы бізде үшінші есептің жауабы болады. 1,24 т куб плюс 25. Келесі төртінші есеп. Жақша ішінде 1,1 д минус с куб көбейтілген. Екінші жақшада 1,121 д квадрат плюс 1,1 с куб д плюс с-ның 6 дәрежесі. Минус 1,331 д-ның кубы плюс 2 с-ның 9 дәрежесі. Сонымен бірінші жақшаны ашамыз. Бұл бізде кубтардың айырымы формуласын беріп тұр. Демек, бұл бізде 1,1 д-ның кубы болады. Минус с кубтың кубы. Екі жақшаны көбейткенде және минус 1,331 д куб плюс 2 с 9 дәрежесі. Бір бүтін оннан бірді өз-өзіне сурет көбейтеміз. Көбейтіп көрейік. 1,1 көбейту 1,1 тағы да көбейту 1,1 1,331 болды. Және d-ның кубы болады. Минус с-ның 3 дәрежесін 3 дәрежеге шығарғанда дәрежелер көбейтіледі. Дәрежені дәрежеге шығарғанда дәрежелер көбейтіледі деген ереже бар еді. 3 үшім 9, с-ның 9 дәрежесі болады демек. Минус 1,331 д куб плюс 2 с-ның 9 дәрежесі. Мұнда бізде 1,331 д кубтар қысқарайын деп тұр.
модульдары тең, таңбалар қарама-қарсы. Мына екеуі ұқсас мүше болады. Алдындағы коэффициенттерді қосамыз. Мұнда ештеңке жазылмаса 1 бар деп ойлаймыз. Минус 1-ге 2-ні қоссақ, бізде 2-ден 1-ді азайтамыз деген сөз. 1 қалады. 1-ді жазбай қойсақ болады. Және демек сыну 9 дәрежесі қалады. Осы бізде 4-ші есептің жауабы. Сонымен берілген есептерді шығардық. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға да таратыңыздар. Және мынандай логикалық есептің шешімін тауып көрейік. Сіңке шырпылармен жасалған екі шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Бізде теңдіктің сол жағында 9 азайту 9 ол 0, оң жағында 2 дұрыс емес теңдік болып тұр. Екі шырпыны жылжытып, демек теңдікті дұрыстауға болады. Шешімін тауып комментарийға жазып кетіңіздер. Немесе осындай логикалық есептердің шешімі екінші логика басып қатырғыш каналында бар. Сол каналға тіркелсеңіздер болады. Описанияда сілтемесі болады. Және де басқа да каналдарыма тіркелуге ұсыныс беремін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.